Саламатсыздар ма? Біздің бүгінгі видеоға қош келдіңіздер. Жалпы бүгінгі видеода қолыңыздағы барлық адамда болады. Кейде артық 50 мың теңге, 100 мың теңге, 200 мың теңге қаражат болып қалады. Бірақ ол ақшаны қайда жұмсарымызды білмейміз. Сол ақшаны қай жаққа салған дұрыс деген сұраққа, яғни қолыңызда артылып қалған артық ақша болып қалса, ол ақшаны қайда саламыз деген сұраққа осы видеода жауап алатын боласыз. Жалпы бізге қолымызда осындай бір ақша артылып қалған кезде, қолымызға ақша түскен кезде әртүрлі ойлар келеді. Бір кісілер мысалы қаржылай сауатты адамдар мысалы депозитке салып қояды ақшасын, кейбір кісілер дүкенге продукт алуға барады, кейбіреу киім алады, біреу қыдырады, кейбіреу кредитін досрочный алдын ала жауып қояды, немесе қарызын жауып тастайды, кейбіреу балаларын ойнатуға, жалпы ойын сауыққа құртады былайша айтқан кезде ақшаны. Жалпы сіз қолыңыздағы артық ақша, 100 мың теңге деп алайық, қолыңызға 100 мың теңге түссе, сіз қайда жұмсар едіңіз? Дәл қазір видеоны тоқтатып, осы сұраққа жауап беріңіз. Қолыңызда 100 мың теңге бар дейік, сіз қайда құртасыз? Комментарийге жазып кетіңіз. Жалпы бізде осы қолыңыздағы 100 мың теңгені просто құртып тастамай, сол ақшаны алдағы жылдарда 3-4 есе өсіруге болады десе сенесіз ба? Жалпы алдағы 5 жыл, 6 жыл көлемінде қолыңыздағы ақшаны 3-4 есе өсіріп тастауға болады деген затқа сенесіз бе жалпы? Бұл бізде инвестиция деп аталады. Жалпы инвестиция бізде ең танымал құралы ол акцияға инвестиция жасау. Акция мысалы бізде халық банк барлығымыз білетін, Кассибанк барлығымыз қолданатын, мына iPhone шығарып жатқан Apple компаниясы, осындай ірі компаниялардың 200 жылдық тарихы бар ірі осындай акция деген сала, инвестиция саласындағы ірі компанияларға инвестиция жасау арқылы өзіміздің капиталымызды өсіре аламыз. Яғни ақшаны басқа біреуге төлемей, өзімізге төлейміз. Өзімізге төлеу деген қалай? Мысалы біз өзімізден басқа барлық адамға ақша төлейміз. Мысалы киноға барсақ, кинотеатрға төлейміз ол ақшаны, киноның несіне кетеді ол ақша. Ал кафеге барсаңыз, кафенің несіне кетеді ақша. Ал сіз өзіңізге ақша төлейсіз ба? Осы сұраққа жауап беріңізші. Инвестиция бұл өзіңізге ақша төлеу. Егер сіз білімге ақша құйсаңыз, ол өзіңізге ақша төлеу. Инвестициямен айналыссаңыз, ол өзіңізге ақша төлеу. Себебі бұл ақша сізде құртылып кетпей, керісінше өсіп, болашақта сізге үлкен көлемде табыс алып келетін болады. Бұл бізде жалпы акцияға инвестиция деп аталады. Жалпы акциялардың өзінде бізде өзінің кішігірім тәуекелдері бар. Әрбір акцияның тәуекелі бар дегенде қалай? Біз көбінесе жалпы ірі компанияларға инвестиция жасаймыз. Бұл компанияларда тәуекел деңгейі әлде қайда төмен. Егер дұрыс емес аналитика болатын болса, біреу айтты екен деп бір акцияны ала салсаңыз, әрине бұл акцияның тәуекелі жоғары болады. Ал қай кезде тәуекел төмен болады? Егер өзіңізде жалпы өзіңіз аналитика жасап, ең алдымен осы инвестиция бойынша жүйелі білім алып, одан кейін барып акцияны сатып алсаңыз, онда сізде тәуекел төмен болады. Яғни пайда жоғары, тәуекел төмен болады. Енді тәуекелді азайтуға тағы бір құрал бар, ол бізде ETF деп аталады. ETF дегеніміз бізде неше түрлі қорлар бар, қорлар жалпы әртүрлі компаниялардың ішінде, мысалы бір қордың ішінде 5000 компания болуы мүмкін, 1000 компания болуы мүмкін. Яғни сіз сол қордың бір бөлшегін сатып алу арқылы бір жылда 5000 компанияға инвестиция жасай аласыз. Әрине бұл жақтағы өсім бізде акцияға қарағанда төменірек, бірақ тәуекел де соғұрлым бізде төменірек. Себебі бұл жақта қозғалыс 5000 компания болса құрамында, сол 5000 компанияның қозғалысымен жұмыс жасайды. Бұл бізде ETF деп аталады. Яғни үлкен қорлардың бөлшегін сатып алу ETF деп аталады. Яғни қолыңыздағы ақшаға сіз ETF сатып алсаңыз болады, егер тәуекелі азайтам десеңіз. Немесе портфель түрінде құрсаңыз болады. Акцияны алсаңыз да болады, ақшаның бір бөлігіне ETF алып қойсаңыз болады. Бұл бізде қорлар. ETF-тің артықшылықтары, жаңа айтып өткенде бізде тәуекел төмен. Себебі бұл жақта сіз бір компанияға емес, бір жылда 5000 компанияға инвестиция жасап жатырсыз. Сол үшін тәуекел әлде қайда төмен болады. Келесі бізде алтынға немесе криптовалютаға салсаңыз болады. Алтын жалпы алдыңғы жылы 33%-тен астам өсім берді, өздеріңіз білетіндей. Алтынның да жаңа сияқты ETF-і бар бізде, онлайн алтын. Тек мынандай слитик алтындар емес, онлайн алтындар бар. Тикер бізде тикерден қысқаша атауы JLD деп тұрады. Яғни соны сатып алсаңыздар болады. Ол бізде жаңаға алтынның ETF-і. Егер алтын алам деп жатқан кісілер болатын болса. Одан бөлек бізде крипто бар. Криптаның өзінде бізде криптаның акциясы бар. Мысалы биткоин болса, биткоиннің акциясы бар. Яғни биткоиннің бір бөлшегін аласыздар. Мысалы бір биткоиннің бәріңіз білесіздер, қазір курспен бір 60 миллионға жуық ақшада. Бірақ сіз сол биткоинді 150 мың теңге аласыз. Яғни қалай оның акциясын аласыздар да. Ол бізде coin деген акциясы бар. Оны біз Freedom Broker арқылы сатып аламыз. Яғни биткоиннің бір бөлшегін сатып аламыз. Биткоин өссе, акциясы да бірге өседі. Есесіне сіз 60 миллион теңгемен рискқа кірмейсіз.
небәрі 150 мың теңгемен инвестиция жасай аласыз. Бұл қолжетімді әрі тәуекелі әлдеқайда төмен. Яғни қолыңызда қаражатты қарасаңыздар, ақшаны өсірудің өте көптеген жолдары бар. Бұлардың барлығы бізде депозиттен әлдеқайда жоғары және әлдеқайда пайдалы болады. Крипто бойынша бар ақшаны салуға болмайды криптоға. Мысалы, қолыңызда барлық ақшаны криптоға салып тастауға болмайды. Криптода бізде тәуекел жоғары. Сіз бөлсеңіз болады, бізде портфель деген дүние бар. Мысалы, сізде қолыңызда 100 мың теңге болса, 50%-ына акция алып қойсаңыз болады, мысалы 50 мың теңгеге. 30%-ына ETF, 20%-ына криптоға салып қойсаңыз болады. Осы арқылы сіз тәуекелді азайтасыз, яғни сізде риск азаяды. Сол арқылы сіз ақшаңыз әлде қайда төмен рискпен өсіре аласыз. Яғни 50%-ын акцияға, 30%-ын ETF-қа, 20%-ын алтынға, ең керемет портфель, яғни ақшаңыз әртараптандыру арқылы сіз тәуекелді әлде қайда азайта аласыз. Көрдіңіздер ме, қолыңыздағы бар 100 мың теңгенің өзін қалай бөліп тастауға болады? Ол 100 мың теңге болсын, 300 мың теңге болсын, 1 миллион теңге болсын, осылай дұрыс әртараптандыру арқылы ETF-қа, акцияға, криптоға, алтынға инвестиция жасау арқылы үлкен капиталдарды жасай аламыз. Бұл жерде бастысы бастау. Дәл қазірге сіздің жасаған қадамдарыңыз, жалпы осы инвестицияны бастауыңыз, бұл алғашқы болашақтағы миллиондарыңыздың негізін қалауға көмектеседі. Сіздің қазіргі 100 мың теңгеңіз просто артық шығын болуы мүмкін. Тамаққа, та басқа заттарға онсыз кетіп қалады, соны құртсаңыз. Немесе болашағыңыздың іргетасы болуы мүмкін. Яғни осы ақшаларыңыз жиналып, болашақта үлкен капиталға айналып, сізге ай сайын пассивті түрде тұрақты табыс әкеліп отырады. Яғни болашақта ақша теп ешқашан бас ауыртпайтын боласыз. Бұл 100 мың теңгені қалай құрту, қолыңызда бар ақшаны қалай құрту, ол сіздің шешіміңіз. Болмайтын шығындарға әдеттегідей құрта беру ма, әлде болашақтың негізін қалау ма? Алла қаласа келесі видеода адамдардың, жалпы инвестицияны жаңадан бастап жатқан адамдардың жіберетін топ 3 қателігін бөлісетін боламын. Ол видео бізде YouTube парақшаға салынатын болады. Сондықтан осы YouTube парақшаға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарийге жақсы пікірлеріңіз қалдырып кетіңіздер. Одан бөлек, жалпы инвестицияны бастағым келеді деп жатқан сіздерге арнап тегін сабақ дайындап қойдым. Тегін сабақты алу үшін YouTube каналыға тіркеліп, описаниеде, төменде сіздерде описание тұр ғой, соны бассаңыздар сілтеме тұрады. Немесе комментарийдегі менің бірінші сілтемеме кірсеңіздер, сол жақта сіздерде тегін сабақ тұр. Яғни сол тегін сабақтарды сол жерден көре аласыздар. Бірден айтып өтейін, тегін сабақ бізде мәңгі тұрмайды, біраз уақытта өшірілетін болады. Сондықтан дәл қазір видеоны осы жерден тоқтатып, YouTube каналға тіркеліп, сілтемеге өтіп сабақтарды қарап алыңыздар. Сабақта көріскенше сау болыңыздар.